Сәлем достар, бүгін өнерің өркешісі айдарынан көптен күткен кезекті шығарылма. Бүгін біз облысымыздағы Вайнах шешен-ингуштар этномәдени бірлестігіне қонаққа келдік. Қазіргі таңда Қазақстанда отан деп есептелетін халықтардың бірі шешен-ингуштар. Олар өздерінің тарихы, салт-дәстүрі, билерімен ерекшеленеді. Бұл халықтың сан ғасырлық тіл, салт-дәстүрі, тарихы және де төл мәдениеті бар. Депортация кезінде өзінің туған жерінен айырылып, қазақ жеріне көшіп келген шешен-ингуштар мейірімімізді аямай жанашырлық танытып, қазіргі таңда бізге алғыс білдіруде. Вайнах шешен-ингуштар этномәдени бірлестігінің құрылған жылы 1995 жылдан қаңтар айы. Бұл бірлестіктің құрылуының мақсаты этносалалық келісімдерді сақтау, салт-дәстүр, тіл және де мәдениетті дамыту. Олай болса, қазір осы бірлестіктің мүшесі Инара бізді осы орталықпен таныстыра кетеді. Қош келдің, айылым. Мен сені біздің шешен-ингуш этномәдени бірлестігімізбен таныстырайын. Бұл міне біздің ұлттық аспабымыз дечик пандур. Негізі пандурлардың бірнеше түрлері болады. Жасалуы да бұлай түрлі өзгешеліктері болады. Бұл бізде дечик пандур, бұл бізде атхаку пандур, бұл бізде тағы да дечик пандур, бірақ бұның жасалуы басқаша. Бұл атхаку зикр пандур. Бұны бізде көбінесе мысалы қазақтар күй ойнап жатады ғой. Дәл солай бізде шешендер мысалы өздерінің бір назмаларын орындап жатады. Бұл екеуі де бізде дечик пандур. Дечик пандурдан басқа кехат пандур, осы айтып кеткендей атхаку пандур, атхаку зикр пандур болады. Бұл ұлдардың костюміне тағылатын қару. Бұл қаруды ұлдарға 15 жасқа толмай тұрып костюмдеріне тақпайды. Өйткені ол 15 жасқа толғаннан кейін ол ер жетеді. Сондықтан да бұл оған өзін қорғайтын элемент сияқты қолданылады костюм. Бұрынғы замандарда бұлардың ішінде нағыз шын оқ болған. Бірақ соңғы ғасырларда бұл шын оқ емес, жай ғана декорация үшін қалатын элемент. Айылым, міне қара, бұл құмандар. Құмандарды бұрынғы заманда қыз балалар бұлаққа барып, бұлардың ішінен су алған. Бұлардың ішінен су алғанда бұларды осылай жай ғана ұстай салып емес, бұларды кәдімгідей иыққа тіреп ұстайтын болған. Бұлар өте әртүрлі болады. Мынау кішкентай құмандарды әдемі екен. Бұларды қалай қолданған? Күнделікті қолданыста өте ыңғайлы да. Енді кішкентайын алып барсам бұлаққа салған, бұның ішіндегі су аз болады ғой, сондықтан да үлкенің алған, ал үйде мынандай тұрмыста кішкентайлар қолданған. Минара, біз сендердің салт-дәстүрлерімен, ұлттық аспаптармен таныстық. Ал енді сендер тағы да қандай басқа өнерлерің бар? Білесің бе, бізде тағы лезгинка деген би бар. Лезгинкамен біз өзіміздің рухымызды көтере аламыз. Лезгинка биде көптеген жетістіктер де бар. Ендеше бір би тамашалайық. Ал ендеше кеттік, достар.
Рахмет, Минара. Бүгін біз осы сендердің орталықтарын туралы көп мағлұмат, мәліметтер алдық. Саған да рахмет аяулым. Ендеше эфиріміздің соңына да жетіп қалдық. Сау болыңдар, келесі көріскенше.